Мәсіхшіліктің негізі Иса Мәсіх пен оған сенуші адам арасындағы қарым-қатынаста. Және Мәсіх пен қарым-қатынас сенушінің өміріне толық әсер етіп, оның басқалармен қарым-қатынасында көрініс табу керек. Біздің айтқандарымыз қалай өмір сүретінімізде маңыздырақ емес. Өйткені өмірімізден Мәсіх көріне бастамаса, біздің сөздеріміз түкке тұрғысыз болып қалады. Елші Паул осыны қайта-қайта ескеріп отырады. Салоникалықтарға арналған хаттың 2-ші тарауы 8-ші аятында ол былай дейді: осылай жақсы көріп, Құдайдың ізгі хабарын ғана жеткізген жоқпыз. Назар аударыңыз, Құдайдың ізгі хабарын ғана жеткізген жоқпыз. Адамдар былай деп айтады: дұрыс, ізгі хабар айтыңдар, бұл бастысы. Жоқ, Құдайдың ізгі хабарын ғана жеткізген жоқпыз. Жүрегімізді де алдарыңа жайып салдық. Яғни өмірлерімізді. Сонымен қатар осы хаттың бас жағында 1-ші тарау 5-ші аятта Паул біздің өмір сүру салтымыздың маңыздылығын ескертеді. Ол былай деп жазды: себебі біз сіздерге ізгі хабарды сөзбен ғана емес, одан басқа не болуы мүмкін, қалай әрекет еткенімізді өздерің білесіңдер. Басқаша айтқанда, ақиқатты қорғау апологетикасы біздің біреумен дауласа алатындығымызда немесе фактілер мен дәлелдерді бөлісе алатынымызда ғана емес, сонымен қатар осы ақиқатты өз өмірімізбен көрсетуімізде. Алдыңғысы да осы да маңызды. Римдіктерге арналған хат 15-ші тарау 18-ші аятта елші Паул біздің өмір сүру салтымыздың маңызды екендігін жеткізеді. Мәсіхтің өзім арқылы істегендерінен басқа еш нәрсе туралы айтуға батылым жетпейді. Басқа халықтардың ізгі хабарды естіп мойынсынулары үшін киелі рухтың құдіретімен сөйлеп әрекеттеніп, әлемнің көптеген бөліктерінде Мәсіхтің денесінен тыс адамдардың бізге қатысты қалыптасқан пікірлерінің салдарынан біз өзіміздің ізгі хабар айтқанымыздың жемісін көрмейтінімізге көзім жетті. Мысалы, Мәсіхшіліктің теріс әсері жайында 1996 жылы Американың 15% тұрғыны Мәсіхшілер не Мәсіхшілік жайында теріс көзқараста болды. 2007 жылы бұл көрсеткіш 38%-ға дейін көтерілді. Мұның мағынасы қандай? Мағынасы біздің тым көп жағдайларда өзіміз уағыздаған ақиқатты өзіміздің ісімізбен жоққа шығарамыз. Бұл өте маңызды болғандықтан, осы жайында толығырақ сөйлескім келеді. Біздің істеріміз сөздерімізге қарама-қайшы болмауы керек. Біздің өміріміз бұл біздің сөздеріміздің шындық екендігінің ең жақсы дәлелі.